Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын алма қосылған бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бізге ешқандай таразының қажеті жоқ, үйде бар ыдыстардың көмегімен жасайтын боламыз. Ең әуелі таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, 1 пиала шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап 1 келкі болғанша қанты ерігенше араластырып аламыз. Сонан соң үстінен үй температурасында тұрған 1 пиала сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Жарты пиала сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымыздың үстіне жарты ас қасық қопсытқышты салып араластырып, массаның үстіне бірте-бірте қосып отырамыз. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне қалдыратын боламын, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Бірте-бірте қоса отырып, венчиктің көмегімен жақсылап түйіршіктері қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Бізде осындай масса дайын болады. Енді алманы алдын ала тазартып, сыртқы қабығынан ашып дайындап қойдым. Енді оны тура видеодағыдай текшелеп, майдалап, турап дайындап аламыз. Мен 4 алма пайдаландым. Алманың барлығын турап, дайындап қойған массамызға қосып, араластырып аламыз. Алмалы бәлішімізді әсемдеу үшін 1 алма қажет болады. Ол үшін алмамызды жуып, жақсылап тазартып, 2-ге бөліп, ортасындағы қажет емес жерлерін алып тастаймыз да, ұзыншалап, тура видеодағыдай турап дайындап қоятын боламыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып, менің арнама тіркеліп қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, дәмді, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Дайын массамызды табамызға жайғастырып, барлық жеріне бірдей етіп, тегістеп, жайып салып шығамыз. Осы арада пештерімізді қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Сонан соң кесіп дайындап қойған алмамызды тура видеодағыдай әсемдеп, жайғастырып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіретін боламыз. Бәліштің піскен-піспегенін анықтау үшін ағаш таяқшаны пайдалансаңыздар болады. Осымен біздің бәлішіміз дайын болды. Менің табамның диаметрі 29 сантиметр, ал егер сіздердің табаларыңыздың сантиметрі кішірек болатын болса, биік болып шығатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Бір жасағаннан шығатын пирогтардың бірі. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын!